Бүгін мен сіздерге соттан тыс банкроттық тануды, яғни ұялы телефон арқылы е-салық азамат қосымшасы арқылы арызды қалай беру керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін сіздер Play Market'тен, егер де сіздерде смартфон болатын болса, ал егер iPhone болатын болса, онда App Store'дан осындай е-салық деген қосымшаны көшіріп аласыздар. Ал осының ішіне кірейік. Бірден сізде бірінші бет шығады. Тіркелу дегенді басасыздар. Яғни тіркелуге ECQ кілтпен, SMS парольмен, GSN парольмен, Digital ID, яғни бет әлпетіңізбен тіркелуге болады. Ондай болса, мен SMS парольмен кіргім кеп жатыр. Ол үшін мен мына жерге иінімді теремін, қатесіз. Және де тіркелу деп жазамын. Яғни менің телефоныма SMS код келеді. Сол SMS кодты мына жерге жазу арқылы біз кіреміз. Міне кірдік. Кіргенде осындай быстрый доступ қойып аламыз. Міне кірді. Жоғарғы жағындағы 3 нүктені тағы да басамыз. Осы 3 нүктедегі мына жерде электронды сервистер дегенді таңдаймыз. Кіргеннен кейін бірінші міне банкроттығы жеке тұлғалардың деген таңбаны таңдайсыздар. Кіргеннен кейін қолдану туралы арызды беру басамыз. Жалғастыру, яғни жалғастырғаннан кейін сіз салдарымен танысасыз. Банкроттық танудан кейінгі, яғни сіз 5 жыл ішінде қарыз алуға сізге тыйым салынады. Келісемін. Қайта банкроттыққа 7 жылдан кейін ғана бері аласыз. Келісемін. 3 жыл бойы сіздің қаржылық жағдайыңызды мониторинг жүргізіледі. Келісемін. Келісіп қойғаннан кейін мына жердегі мемлекеттік кірістер органның кодын жазамыз, таңдаймыз. Мен шамалап сіздерге көрсетемін. Жалғастыру дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерде барлығы шығады. Мына жерде байқасаңыздар, егер де сіздер соңғы 6 айда 6 атаулы әлеуметтік көмек алып жатқан болсаңыздар, сіздер 12 айға қарамастан, яғни сіздердің несиелеріңіз төлемегеніне 12 ай толмастан сіздер өтініш бере аласыздар. Және де егер де сіздер несиені 5 жыл бойы мүлдем төлемеген болсаңыз, онда осы арызды бере аласыз. Ол кезде мына жерге птичка қоясыздар, яғни былай птичка қоясыздар. Енді екеуі де жоқ менде. Сондықтан қоймаймын. Отбасылық жағдайыңызды міндетті түрде көрсетесіз. Егер сіз үйленген отбасылы болатын болсаңыз, осы жерге птичка қоясыз. Жалғастыру, яғни сіз жұбайыңыз жайлы деректерді қарауға рұқсат беремін, келісемін деп жазасыз. Яғни ол жерге жұбайыңыздың GSN-ін тересіздер. Тергеннен кейін мына жерге міне птичка ұрамыз. Оның алдында біз мына жердегі ол кісінің тоже телефоны ЕГОВқа тіркелген, БМГ базаға тіркелгенін көріп аламыз. Егер тіркелмеген болса, алдын ала тіркелу керек. Яғни мына жерге птичка қойдық, жалғастыру дегенді басамыз. Міне бізде бет ашылды. Мына жерде сіздер кредиттер бар қаржы ұйымдарды туралы мәлімет бересіздер. Ол үшін сіздер мына жердегі мәнді таңдаңыз дейді. Осыны басып, қай банкте қарызыңыз бар, соны таңдайсыздар. Мысалы, мына жерге мен кез келген мысал ретінде көрсете салайын. Міне, Қазақстанның даму банкі. Ол жақтан GSN-і, несие берушінің орналасқан жері шығады. Несиені алған күніңіз. Яғни несиені мен 2000 қай жылы 5 жыл бұрын алған деп ойлайық. Енді 2020 жылы қыркүйекте деп таңдау және де қарыз сомасы шамамен 200 мың теңге. Ары қарай кеттік. Егер де сіздер тағы да қосымша 2-3 несиеңіз бар болатын болса, онда осы несие берушіні қосасыз. Осы плюсты басып, яғни мен енді мысал ретінде сіздерге бір несие бар деп көрсетіп тұрмын. Жалғастыру дегенді таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін мына жерде қараңыздар. Арыздың көшірмесі немесе арыздың электрондық форматы жіберілгені туралы растама. Қосу дегенді, мына жерді қосу дегенді бассаңыз, галерея ашылады. Галереядан алдын ала суретке түсіріп алған арызыңызды немесе өтінішіңізді сол жаққа жүктейсіз.
Екінші, мына жерде тұрған несие берушінің бас тартуы. Мен сіздерге айтқан болатынмын, сабаққа қатысушыларға да айтқан болатынбыз. Алдын ала сізге несие туралы банкке бару керек, немесе электронды түрде банкке жазу керек. Мен осындай қарызын төлей алмай жатырмын, маған қысқартып беруіңізді сұраймын, немесе маған жаңадан график қойып беруіңізді сұраймын деп, сол хаттаманың көшірмесін салатын боласыздар, Міне қосу дегенді басып, соны жүктейсіздер. Егер де сіздерге банктен отказ келген болса, соны жүктеңіз. Егер жауап бермеген болса, бірақ сіз өтінішті тастаған болсаңыз, соны растайтын мөрі басылған екінші парақты қосасыз. Ары қарай қосып болғаннан кейін, мына жерде жалғастыру деген шығады, соны басамыз. Міне мен мына жерде көріп отырсыздар, галереядан екі форматтағы құжатты енгізіп алдым. Енді ары қарай жалғастыру дегенді басамын. Мына жерде қараңыздар. 2 жұмыс күнін кешіктірмей арызды көрсетілген кредиторларға сіз хабарлама жіберуіңіз керек. Яғни мен осындай өтініш бердім деген, жарайды, түсіндім деп отырсыз. Сосын, егер сіздерге банкроттық тану туралы отказ келетін болса, сіз 3 айдан кейін қайта тапсыра аласыз. Жарайды, таныстым. Егер де мүлкіңіз болған жағдайда төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот банкроттығын рәсімдеу қолдану үшін сотқа жүгінуге құқылысыз деп сізге ескертіп тұр. Жарайды, оны таныстым. Жалғастыру дегенді басамын. Яғни сіз алдын ала телефоныңызға ЭЦП ключті жүктеп аласыздар да, сонымен қол қойып жібересіздер. Тағы да бір рет қайталап айтамын. Міндетті түрде банкроттық тану туралы жақсылап біліп, оқып алыңыздар. Содан кейін ғана өтініш беріңіздер. Бұл ойнайтын нәрсе емес. Сау болыңыздар.